Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен 4-ші сынып оқушыларына арналған ТЖП тесттерін орындаймыз. Балалар, ең бірінші оқу сауаттылығы не екенін түсініп алайық. Оқу сауаттылығы жеке тұлғаның қоғамдық өмірге қатысып, өзінің білімі мен мүмкіндігін дамыту үшін мақсатқа жетуде мәтінді түсіну, қолдану, ойлану, байланыстыру қабілетін атаймыз. Ал енді балалар, мәтін дегеніміз не? Мәтін жалпы бір тақырып төңірегінде біріккен бір тұтас тиянақты сөйлемдер жиынтығы. Мағына жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Ал ендеше тест сұрақтарымен танысайық. Бірінші, мәтінді оқып, бірінші, екінші, үшінші сұрақтарға жауап беріңіз. Бізде бірінші, екінші, үш сұрақ бар. Осы сұрақтарға жауап береміз. Ол үшін ең бірінші біз мәтіндерді оқимыз. Арша кипарси тұқымдасына жататын мәңгі жасыл қылқан жапырақты бұта. Қазақстанда жабайы 10 түрі бар. Биіктігі 1-2 метр. Қылқаны қабыршақты тікенекті болады. Өте сирек кездесетін түрі зирафшан аршасы. Ақсу жабағалы қорығында табиғат ескерткіші ретінде бірнеше түрі қорғалады. Таралу аймағының азаюына байланысты қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Арша 300 жылдай өмір сүреді. Құрамында эфир майы, шайыр, балауыз болғандықтан дәрі алынады. Аршаның бір қасиеті өте қауіпті радиоактивті элемент уранды табуға көмектеседі. Өйткені арша бұтағының бойында уранды жинайды. Енді балалар мәтінді мұқият түсініп оқып алған болсақ, бірінші, екінші, үшінші сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, мәтінді оқығанда қандай қорытынды шықпайды көрсетіңіз. А. Арша пайдалы өсімдік. В. Аршаның жоғалып кету мүмкіндігі бар. С. Арша 1 жылдық өсімдік. Д. Арша дәрілік өсімдік. Демек, балалар, бұл жерде мәтінді оқығанда қандай қорытынды шықпайды? Ол С нұсқасы, яғни арша 1 жылдық өсімдік. Келесі екінші сұрақ. Мәтінде қай мәлімет жоқ көрсетіңіз? А. Аршаның өсетін аймағы. В. Аршаның өмір сүру ұзақтығы. С. Аршаның құрамындағы элементтері. Д. Аршаның адам денсаулығына әсері. Демек, бұл жерде қай мәлімет жоқ? Д. Аршаның адам денсаулығына әсері жоқ. Келесі үшінші сұрақ. Мәтіннің жалпы сипатын көрсетіңіз. А. Өсімдік жайлы көркем шығарма. В. Өсімдік туралы негізгі мәлімет. С. Өсімдік жайлы көркем суреттеу. Д. Өсімдік жайлы ғылыми еңбек. Балалар, бұның ішінде қайсысы дұрыс екен? В. Өсімдік туралы негізгі мәлімет екен. Келесі. Тағы да мәтінді мұқият оқып, 4-ші, 5-ші, 6-ші сұрақтарға жауап береміз. Жоңғар шапқыншылығынан босып, ел үдере көшкенде, төле үйін жықпай, жұртта қалыптымыз. Қалмақтың әскербасы бұған таңданып, көшпеген себебін сұрағанда, Төле би, биыл шаңырағыма бір қарлығаш ұя салып еді. Бұл бүкіл дүние жүзін топан су басқанда Нұқтың кемесін суға батудан сақтап қалған. Жыланға адам баласының жем болуы қаупі туғанда содан қорғаған еді. Мен өз болашағымды қорғап қалған жануардың ұясын бұзып, балапандарын қырып кете алмадым дейді. Енді мәтінді түсінген болсаңыздар, 4-ші сұраққа жауап береміз. Мәтіннің идеясы неде? Анықтаңыз. А. Кез келген адамның қолына жақсылық жасау келетінін түсіндіру. В. Құстардың балапандарын құтқару өз өміріне жасалған қастандық. С.
халықтың қасиетті ұғымын қастерлеу, тіршілік иесіне қамқорлықты, адамдарды өзгелер үшін өмір сүруден құтқару. Яғни балалар, бұл жерде С нұсқасы дұрыс, халықтың қасиетті ұғымын қастерлеу, тіршілік иесіне қамқорлық. 5. Мәтін бойынша Төле биге тән емес қасиетті табыңыз. А. Қызығушылық. В. Мейірімділік. С. Жанқиярлық. Д. Қамқорлық. Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, ол Төле биге тән емес қасиет, ол қызығушылық. Демек, А нұсқасы дұрыс. Келесі 6-шы сұраққа назар аударамыз. Мәтін мазмұнына сәйкес нұсқаны табыңыз. А. Жануарлардың тигізетін пайдасы шамалы. В. Жасаған жақсылықты міндет етпеу керек. С. Біреуден қарыз алсаң, міндетті түрде қайтаруың керек. Д. Әр жақсылықтың бір қайтарымы болады. Балалар, әрине мәтін мазмұнына сәйкес нұсқа, ол Д нұсқасы. Әр жақсылықтың бір қайтарымы болады. Келесі тағы да мәтінді мұқият оқып, 7, 8, 9 сұрақтарға жауап береміз. Жаз ортасының қоңыр кеші, Ұлытаудың бөктерінде кештің қоңыр салқын желі еседі. Күн батып, ымырт жабылып барады. Күнбатысты қалың қара бұлт басқан. Айналада күңгірт тартқан, төбелер қоңырқай тартып, түн тыныштығына қарай бойсынған сияқты. Сондай жүдеп сарылған төбелердің арасымен 3 салт атты келе жатыр еді. Олардың беті қалың таудың іші. Күнбатыста, алыста жауын бар еді. Сол алыста күн күркіреп жатты. Анда-санда көкжиектің тұсында күн жарқылдап тұр. Бұлт қалың, жарқылдағы күшті еді. Енді мәтінді мұқият оқыған болсаңыздар, 7 сұраққа жауап береміз. Мәтін бойынша қате тұжырымды көрсетіңіз. А. Айтылған мезгіл шілде айының ортасы болуы мүмкін. В. Аттылар келе жатқан кездегі ауа температурасы салқын болған. С. Аттылар қалың тауға қарай келе жатыр. Д. Аттылар келе жатқан жерде қатты найзағай ойнап тұрған. 7, яғни мәтін бойынша қате тұжырым, ол аттылар келе жатқан жерде қатты найзағай ойнап тұрған деген сөз екен. Келесі 8, асты сызылған сөзбен мәндес сөзді көрсет. Яғни асты сызылған сөз, ол ымырт жабылып барады. Бұл жерде көрінбей қалған. Енді А. Салқындап барады. В. Қоюланып барады. С. Түнеріп барады. Д. Кеш болып барады. Яғни Д нұсқасы дұрыс. Ымырт дегеніміз ол кеш болып барады деген мағынаны білдіреді. 9. Жауынның қай жерде жауып жатқанын көрсетіңіз. А. Ұлытаудың бөктерінде. В. Алыс күнбатыста. С. Жүдеп сарылған төбелердің арасында. Д. Аттылар келе жатқан жерде. Балалар, әрине жауын қай жерде жауып жатыр еді? Алыс күнбатыста жауып жатыр еді. Демек, В нұсқасы дұрыс екен. Келесі мәтінге назар аударамыз, мұқият оқимыз да 10, 11, 12 сұрақтарға жауап береміз. Тыңда, біреу жапан түзде әндетіп келе жатыпты. Кенет жусан түбінде көзі бадырайып жатқан бір құбыжықты көріп, зәресі зәр түбіне кетіп, сен тимесең мен тимем, бадырақ көз деп кейін шегіне беріпті. Сөйтсе құбыжығы қоян екен. Енді балалар, 10 сұраққа жауап береміз. Мәтіндегі жанға қай мінез сәйкес келетінін көрсетіңіз. А. Талғампаз. В. Ізденімпаз. С. Қорқақ. Д. Білгіш. Әрине, бұл жерде қай мінез сәйкес келеді? Қорқақ. Яғни С нұсқасы дұрыс екен. 11 сұраққа жауап берейік. Мәтін бойынша дұрыс берілген мәліметті көрсетіңіз. А. Адам аңдарды жақсы танитын болыпты. В. Қоян адамның
адамнан кейін шегіне беріпті. С қоян бұрын құбыжық кейпінде болыпты. Д адам қоянды құбыжық деп ойлапты. Яғни бұл жерде дұрыс мәлімет ол адам қоянды құбыжық деп ойлапты деген сөз. Екен не балалар? Келесі 12-ші сұраққа жауап беріңіздер. Мәтінде жауабы жоқ сұрақты көрсетіңіз. А. Мәтіндегі тырнақшадағы сөз қандай мағына береді? В. Адам қандай жерде келе жатқан еді? С. Адам қоянды көргенде қандай әсерде болды? Д. Құбыжық дегеніміз не болып шықты? Демек, мәтінде жауабы жоқ сұрақ ол А нұсқасы. Яғни мәтіндегі тырнақшадағы сөз қандай мағына береді? Осы нұсқа дұрыс екен. Балалар, міне осымен бүгінгі оқу сауаттылығына арналған мәтін тесттеріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.